Малина қайнатылмаған 5 минутта дайындалатын қысқа малина дайындаймыз. Қараңыздар, қандай әдемі, ішінде осындай бүтін жемістер кездесетін малина дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, міндетті видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бізге керек өнімдер малина және қант. Өлшем 1 килограммға жарты килограмм қант қосамыз. Ең алдымен малинаны терген кезде таңертеңгісін немесе жаңбырлы күні, жаңбырдан кейін теруге болмайды. Ол күн жарық кеуіп тұрған кезде тереміз, немесе базардан дайын сатып алсаңыз болады. Малинамызды жууға болмайды. Егер жусаңыз, оның соғы шығып кетеді, шырыны шығып, оның дәмі кетіп қалады. Менің малинам таза, жуған жоқпын, ішінде ешқандай қоқым, жәндік жоқ. Енді 2 килограмм қантқа 3 килограмм малинаны еземін. Бірінші кішкене жартысын саламын, одан кейін араластырып аламын. Тағы да кішкене саламын қалған. Қантыңызды 2-3 салып, осылай араластырып алсаңыз болады. Қант салып едік, біздің малинаның шырыны шыға бастады. Малинаны қантпен жақсылап тұрып, араластырып езіп алдым. Енді бұны кемінде 1 сағатқа бетін жауып, қанты ерігенше қойып қоямыз. Мұздатқышта сақтағанға осындай арнайы пластмас контейнерлер алсаңыз болады. Өзіңізде қандай бар, соны қолдансаңыз болады. Оның іші міндетті түрде құрғақ болу керек. Малина 1 сағат тұрды. Енді бұны өзіңіздің арнайы контейнерлерға құйып шығамыз. Осындай әдіспен жасалған малиналарды қысқа 6 айға дейін мұздатқышта сақтасаңыз болады. Контейнерлерға салып болғаннан кейін шет-шетін сүртіп, қақпағын қатты жауып, қараңыздар қандай әдемі болып шықты. Ішінде осындай бүтін жемістер кездеседі. Бұны шайға, немесе қыста ауырған кезде жесеңіздер болады. Одан кейін түрлі торттардың ортасына, пирогтардың ортасына, бетіне қолдансаңыз болады. Өте дәмді және пайдалы жеміс. Және қантты көп қажет етпейді. Осылай қақпағын жақсылап жауып, қысқа сақтап қоямыз. Тоңазытқышта ұстауыңызға болады. Мұздатқышта сақтаймыз. Қолданған кезде жоғары қарай тоңазытқышқа салып қоясыз да, бетін ашып жауып, шетінен алып жей берсеңіз болады. Өзіңізге ыңғайлы кішірек контейнерларға да сақтап қойсаңыз болады. Денсаулыққа пайдалы, өте дәмді малинамыз дайын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, алдыда тағы да қызықты видеолар болады. Сіздермен бірге болған Инка Максовна, сау болыңыз.